Бұл Қуаныш каналы. Бүгін сіздермен кішігірім сұрақтарға жауап беретін боламыз. Яғни біздің каналымызға байланысты. Бүгінгі видео соған байланысты болады. Ең алдымен видеоны бастамас бұрын сіздерге рахмет айтқымыз келеді. 7000 подписчик үшін сіздерге көп рахмет. Өте көп. Ал енді сұрақтарымызға көшейік. Біз ең алғашында басында бір кинолар түсіріп, өзіміз Айкен екеуміз қуып, в общем, солай түсіріп бастаған едік. Ең басында кішкентай кезімізде біз жаңағы өзіміз бір зат сатып алсақ, например, киндер немесе ойыншық, міндетті түрде біз видеоға түсіретін телефонға, ол кезде бізде камера ештеңе болған жоқ. Ол естелікке қалады деп түсіретін. Даже біз орысша түсіретін едік, ол кезде орысша және қазақша араластырып түсіретін едік. Яғни біз бір сериалдарға, Денис деген солай ертесін тағы да түсіреді. Екінші сұрақ, біз алғаш канал ашқанымыз. Сауал зақылса. Екінші сұрақ, алғашқы канал ашқанымыз. Яғни біз алғаш каналды қалай аштық? Біз осылай видео түсірдік. Ең басында ойлана келе, біз не деп қоярымыз білмей, барлығымыз ойлана келе, біз видеоға менде бір ойыншық болатын, аю, яғни жұмсақ аю. Қонжық. Яғни қазақша айтқанда қонжық бізде. Медведь. Осы аюға қарап, біз алдық, мына жерде қоя салдық, бұл видеоны қолымыздан келгенше, қағаздан неше түрлі заттар жасап, біз каналға салдық. Одан кейін біз мысалы киндер алсақ, сонда міндетті түрде видеоға түсіріп сала саламыз. Ең басында видеоларымыз біз қағаздан басталады, одан кейін киндер алып түсірдік. Не түсіретіміз білмей, біз сонда ойлана келе әртүрлі бағыттағы каналға алатын болдық. Яғни біздің каналда сіздер әртүрлі бағытта видеоларды көре аласыздар. Неше түрлі влог, кукинг, DIY, және влог, және тағы басқа видеолардың бәрін көре аласыздар. Табыс. Яғни біз ең алғашқы табысты YouTube-тан, яғни ақша береді видео түсіргені. 4-5 ай алдын. Оны біз 4-5 ай алдын алған болатынбыз. Соған құрттық. Әнде біз не алдық жаны соған? Біз оған микрофон алдық. Және де штатив, камера сияқты заттарды алдық. Және де достар, біздің каналда сообщество деген жерде біз барлық жаңадан шыққан видеоларды осы жерде хабарлайтын боламыз. Сондықтан осы жерге кіріп тексеріп отырыңыздар, және де көптеген опростар, барлық жаңалықтарды осы жерге жазамыз. Және де сол үшін осы жерде кіріп тексеріп отырсаңыздар болады.